Ассаламу алейкум. Мен глава Арсланбековский сельсоветтің Акбердиев Эдил Рашидханович. Бүгін бізге Достар ТВ қонаққа келді. Бір столда отырып, әру хабар құрдық. Көп сау болсыңдар, сондай құлықты жүргізтетанына. Yoraymiz sizге үлкен үстемліктер, yolunuz ашық болсын дайымда. Бізге любой заман сенімді боласыз иншалла. Акбердиев Арслан Солтаханович, Татылбұлақ ауылынан, тұқым шөмішлі ас, Ноғай районының депутатлар үйінің депутаты. Бүгін алып қараған заманда біздің Ноғай халқымызда бек үлкен шешілмеген мәселелер бар. Оның бірісі ол біздің тілімізді сақлау, миллетлігімізді сақлау, тарихымызды, маданиятымызды сақлау, әдетлерімізді сақлау. Сол мәселелердің ішінде мен ең де үлкен мәселе деп sayayım, ол біздің тілімізді сақлау. Егер де біз бүгін тілімізді ұйтсақ, біз миллетлігімізді ұйтамыз. Аллаға шүкір, бүгін бізде, біздің районымызда, bizim Ноғай халқымызға, bizim Ноғай егетлеріміз Достар ТВ-сын ашқан. Оның ең де үлкен мұрады ол bizim тілімізді, миллетлігімізді сақламаға деген, маданиятымызды көтерме деген құлдықтар етіледі. Мен Казгиреева Сайбат Нурадиловна Ленин ауыл мектебінің математика оқытушысы боламын. Мен бұл ауылда туғанмын, өскенмін, шуш мектепті бітіргенмін. Дагестан өкімет университетін біткеннен соң 33 жыл бойынша математикады жүртемін. Біздің мектепте Ноғай тіліне үлкен мәні беріледі. Біздің балаларымыз бек ару сөйлейділер. Біз өзімізді Ноғай деп сайған соң, Ноғай болған соң, ата-бабаларымызды ұялдырмай, бәрімізде балаларымыз банда істе болсақ та, қайда болсақ та, Ноғай тілінде сөйлейік, Ноғай тілін сақлайық. Достар ТВ каналы ол біріншілей біздің тілімізді сақламаға, екіншілей біздің ясларымыздың арасында юртшы тербиялау құллығын етпеге шалысады. Соға көрі біз бүгін Ноғай районда яшаған соң, Ноғай болған соң бәрімізді Достар ТВ-ға көмек етперекпіз, өзіміздің ярдамымызды етперекпіз, кем оларға күш yorama gerekpіз, арымасынлар, басылған құллығын иншалла еріне еткерсінлер. Алдыға тек, Достар ТВ. Оннан да көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Yazılamız, қараймыз.